407 нөмірлі рейс ұшуға дайындалып жатыр. Бұл рейске неше түрлі адамдар жиналды. Монах, өзіне сенімсіз қыз Энн, бір-бірін қатты жақсы көретін жас отбасы, аэрофобиядан қорқатын әжей, жас өспірім қызы бар отбасы. Ұшақты тексеріп жатқан механик Ванг әуежайдың терезесінен оның Ньюді бақылап тұрғанын көреді. Оны байқаған екінші пилот жігітке әзілдеп бастады, оның қызға ғашықтығына. Өйткені Нью жақында ғана жұмысқа қайта оралды. Ол эмоционалды және физикалық шаршаудың салдарынан галлюцинациядан зардап шегеді. Енді ақыры дәрігер оған жұмысқа қайта оралуға рұқсат етті. Жолаушылардың барлығы орындарына жайғасып, жол серіктері оларға ұшақтағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіре бастады. Ванг ұшақтан қандай да бір тарсылдың дауысын естиді. Есікті ашып, ішіне енген жігіт тек майысып қалған специй темірді тапты. Жігіт оны қарай бастағанда, оның артқы жағынан біреудің көлеңкесін байқаймын. Люк кенеттен жабылып қалып, Ванг ұшақтың ішінде қалып қойды. Ол өзінің ішінде қалып қойғаны туралы рациямен хабарлауға тырысқан, бірақ бәрі кеш. Ұшақ әуеге ұшып кетті. Қызметкерлер жолаушыларға сусындар таратқанда, Ньюға қандай да бір тіршілік иесі елестейді. Қорқып кеткен ол қабырғаға сүйеніп тұрғанда, әріптестері оны сабырға шақырады. Олар қызға кішкене демалып алуын өтінді. Ол қызмет бөлмесін тастап шығып кетеді. Стюардесса өте бастағанда, Монах ол өзінің артынан қан із қалып жатқанын байқайды. Оны жасөспірім қыз Гиф те байқайды. Ол бұл көрініс туралы Монахпен сөйлеспекші болды. Алайда ол қорқыныштан дірілдеп, ештеңе көрмегенін айтады. Ұшақ өзінің биіктігіне көтеріле бергенде, жолаушылар бірінен соң бірі тұрып, дозының әсеріндегі адам тап қозғала бастайды. Стюардесса оған көмектесуге тырысқан, алайда кенеттен ол бетіне тамырлар шығып кетті. Ал басы кері айналып есінен талып қалады. Оны өзіне келтіре алмаған қызметкерлер бір-біріне қарап, бұл маған елестеген жоқ па деп сұрайды. Осы сәтте жігіт әжетханаға шығып келген. Ол қайта оралды. Энн оның бетінен тыртық байқайды. Жігіт стюардессадан пластыр сұраса, стюардесса оған бетінде ештеңе жоқ екенін айтады. Өзінің айнадағы келбетін көрген жігіт кешірім сұрап, терең ойға батып кетті. Ал жүк көлігінде қалып қойған Ванг салонға жақындауға тырысуда, суықтан үсіп қалмас үшін. Кенеттен оның көзіне көптеген елестер көріне бастайды. Жүк бөлімінде қысымның өзгергенін байқаған бас пилотшы қасындағы майды жібереді. Онда не болғанын тексеру үшін төменге түскен ол қорқып қалған Вангты байқап, оны қызметкерлерге беріп, өзі ары қарай тексеруін жалғастырады. Ол жерден бірнеше елесті көріп, қатты қорқып кетті. Ол салонға қайта оралғанда, бір сөзді қайталап, кабинкаға кетіп бара жатқанда, оған көз салған Нью оның ғайып болып кеткенін байқайды. Ал сосын таратып жүрген стюардесса есінен талып қалды. Жолаушылар өздерін бір түрлі ұстай бастады. Ванг салонда кислород жетіспегенін байқап, күймені басты. Арнайы маскаларды шығарып, кейін өзі есінен танып қалды. Есіне Нью келтірді. Кислород алған ол басқа жолаушыларға қол ұшын беруде. Екі стюардесса әлі есіне келген жоқ. Ал жасөспірім қыз бәріне маскадағы ауа тек 15 минут уақытқа жететінін айтып, қорқыныш ұялатады. Пилоттардың есігінде код жұмыс істемей қалды. Тіпті пилоттардың өзі байланысқа шығар емес. Дәл осы сәтте елестің қолы капитанның көзін жауып отыр. Осы арқылы олар жолдарынан ауытқыздырды. Ванг қысымды қайта орнына келтіруде. Нью Вангпен бірге люкке қарай төмен түсті. Олардың басындағы кислород таусыла бастады. Ал қателік әлі түзеген жоқ. Кенеттен қыз Энн есінен айырылып бастады. Жас жігіт оған барынша көмек көрсетуде. Ал салонда жолаушылар 3 май шамы бар ескі арбаның келе жатқанын көрді. Кенетті Энн өз орнынан тұрып, дірілдеп, орнынан тұрып, басқа дауыспен барлығына қоқан-лоқы көрсете бастады. Оның ішіне еніп алған елес Нью сол кезде бізді қалдырып кеткені үшін жауап береді дейді. Кейін есінен танып қалды. Бұл уақытта кислород таусыла бастады. Сондықтан жолаушылар кезекпен естерінен танып қалды. Олар естен танбас бұрын, соңғы көргендері бұрын қайтыс болған жолаушылардың түрлері еді. Ванг қателікті дұрыстай алып, жолаушылар естеріне келе бастады. Бірақ барлығы емес, ауа жетіспеушіліктің әсерінен әжейдің өліміне себепкер болды. Ванг еркектерді жинайды, пилоттың кабинкасын сындыру үшін. Жасөспірім қыздың анасы оны осы болып жатқанның барлығына Нью кінәлі дейді. Ал Ньюді ұшақтың құйрығына кетуін талап етеді. Ол өмірлерін қауіпсіздікте сақтау үшін
Ванг Ньюді жалғыз қалдыратын ойы жоқ. Олар салонмен өте бастағанда эконом класстағы барлық жолаушылар жоғалып кеткенін байқады. Ал сөрелерден Тарсылдың дауысы шығуда. Олар дереу артқа қайтуда. Тарсылдың дауысы барлық жерден шыға бастады. Жолаушылар Ньюді құрбандыққа шалуды керек деп айтуда. Нью осыдан 10 жыл бұрын болған оқиғаны баяндайды. Оның алғашқы рейсі кезінде жолаушылар естерінен адасып бастаған. Сол рейсте тек Нью тірі қалған. Бұл дәл сол 10 жыл бұрын болған ұшақ екен. Кенеттен елестер салоннан пайда болды. Шалынып құлаған Энн жігіттен көмек сұрауда. Жігіт оған жақындай бергенде ішіне елес еніп алады. Жігіт сол сәтте қызды ұрып өлтіреді. Кейін жас отбасы тығылып алған әжетхананы сындыруға кірісті. Айнадан елестің келбетін байқап, қорыққан олар есікті ашады. Ал сыртта өрт сөндіргішпен ұруға дайын тұрған жігіт кездейсоқ еркекті ұрып өлтіреді. Жолаушылар біртіндеп өле бастады. Жасөспірім қыздың ата-анасы қызды таба алар емес. Ванг сол уақытта Ньюден бәрін білуге тырысады. Ол 10 жыл бұрын қыздың қалай тірі қалғанын сұрайды. Ол көзін жауып алып, орын алған заттарға назар аудармауға тырысқанын айтады. Ал кейін ұшақ жай ғана жерге қонғанын айтты. Осы жолы дәл солай жасауды ұсынды. Бірінші олар пилоттардың кабинасын бұзып кіруін керек екенін ұсынды. Осы сәтте ана өзінің қызының дауысын естіп, ары қарай аттанды. Манах оған қосылып көмектесті. Салонға кіре бастағанда әжейдің денесіне еніп алған елес оларға шабуылдайды. Әйел оны аяусыз өлтіріп тастады. Кейін елес кірген Манахты да өлтіріп тастады. Ванг, Нью және шал көздерін тас қылып жұмып алды. Елестерді көрмес үшін, бірақ қорқып кеткен Уэй балтаны оңды солды сермеп жол серіктерінің біріне қадайды. Олар салонға қайта оралуға тырысуда. Олар салоннан көрген елестерге назар аудармауға тырысты. Бұл елестерді жеңудің жалғыз мүмкіндігі. Нәтижесінде елестер жоғала бастады. Олар салонға оралғанда қорқып отырған жасөспірім қызды тауып алады. Есінен алжасқан ана күйеуіне шабуылдайды. Ванг оны тоқтатқанша ол күйеуін жарақаттап үлгерді. Олар пилоттардың есігін кесуге кірісті. Тек кішкентай болғандықтан ішіне қызды жібереді. Ішке енген қыз есікті ашты. Сыртқы терезенің мәйіттерге көмілгенін көрді. Қыздың анасы қайтадан шабуылдайды. Күйеуі оны өлтіруге мәжбүр. Кенеттен ұшақ өз бақылауын жоғалтады. Осы уақытта әкесі мен қызы пилоттардың орнына отырып, өткен шақтың бейнесін көреді. Ұшақтың сыртын тот баса бастады. Сондықтан шессе шығар емес. Ванг механизмді дұрыстай алды. Ұшақтың дөңгелектері жерге тие басталысымен тоттар мен елестер жойыла бастады. Ұшақ тоқтаған кезде тірі қалғандар өз бақыттарына сене алар емес. Жедел жәрдем көлігінде отырғанда кіші қыз Нью қайда деп сұрайды. Олардың Ньюдің ұшақ есігінің алдында тұрғанын, адамдардың оны еш байқамай ол арқылы өтіп кетуін көреді. Сөйтсе Нью қайтыс болыпты. Дәл оның өлімі елестерді тоқтатқан секілді.